кім лайк басады, Құдай тағала сол лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай-ақ қоямын, өздерің біліңдер. Қытай туралы бір сұмдық хабарлар болып жатыр. Мына кеше мен мына Қытайдың блогерлерін көп тыңдамаймын, бірақ ара-тұра тыңдап тұрамын. Ақпарат негізінен ағылшын тілді New York Times, Washington Post, BBC, Guardian, Дипломат, осы сияқты батыс медиаларын аламын. Voice of America, Radio Free Asia, мысалы, Ukraine Forum деген сияқты, мысалы, Орыс Украин туралы Ukraine Forumнан көремін. Сосын мынау батыстың мына Bloomberg, осы сайттарының бәрінің жаңағы ақысын төлеп отырып, мен электрондық поштам арқылы жазылып қойғам, соны оқып отырам. Енді қараңыздар. Осы бірнеше рет тыңдап қалдым. Мына Жаңфың деген, Вэнжау деген, Жаңфың шықы дейді, Вэнжау Тангул өнжин дейді. Осы сияқты бірнеше блогерлерін қараймын. Сосын мына Тайванның ара-тұра Гуанжан шықы дейтін медиасы бар, соны қараймын. Енді қазір мына осы шетелдегі Қытай демократтарының анализдерінде Ши Цзиньпин биліктен айырылып қалыпты. Бұлардың барлығы әдетте осы Қытайды бақылап, бүкіл Қытайдың медиасын, радиосын, телевизиясын, мына Қытайдың халық газетін, Жефаң Рыбау, Азаттық армия газетін, Гуаңмин Рыбау, Сәуле газетін бәрін отырады. Қытайда мына мемлекеттік медиа CCTV-ден тыс партиялық газет, партиялық журнал, Чуши журнал бар, яғни шындықты жүзінен іздеу. Бұл журналдағы мақала Қытайдың бағыт-бағдарын көрсетіп отырады. Сосын халық газеті, Азаттық армия газеті, Сәуле газеті сол Қытайдың ұқсамаған категориядағы оқырмандарына бағытталған Қытайдың идеологиялық бағыт-бағдарын көрсететін медиалар. Енді осы медиаларды көріп отырып, әлгілер көп жағдайда дұрыс болжал жасайды. Енді қызық болғанда олардың айтысында Ши Цзиньпин кәдімгідей биліктен айырылып қалған. Ал енді оны неғып бірден жарияламайды? Бұл Қытайда қазір билікті қолына алған, Қытайда әскери билікті қолына алған Жаң Юша және оның айналасындағы әскери жоғары дәрежелі мансаптылар саяси сахнада өздерінің сызған сызығынан шықпайтын, халыққа танымал біреуді таңдап үлгере алмай жатыр дейді. Және бірі. Жаң Юша орталық әскери істер комитетінің билігін өз қолына алғанымен, лауазымы одан жоғары деңгейдегі бұрынғы ел алдында әскери салада танымал болған генералдар оны мойындамайды дейді. Енді қазір Ши Цзиньпинді өзінің әскери саланы меңгерген, партияның бірінші бас хатшысы, мемлекеттің төрағасы, әскери істер комитетінің төрағасы деген 3 мансабынан айырылып, жай кәдімгі қуыршаққа айналып қалды деп отыруына бір себеп, соңғы кезде Ши Цзиньпиннің айналасынан бұрынғы Ху Жинтау басшы болып тұрған кездегі премьер-министр Вэн Жабао шыға келді дейді. Бұл бір. Вэн Жабао кәдімгідей жарқырап Ши Цзиньпиннің қасында отыр дейді. Анығында Ху Жинтау мен Вэн Жабао бір команда. Ал Ху Жинтауды алдыңғы жолғы партияның съезінде Ши Цзиньпин сүйрегендей болып партиялық құрылтайдан алып шығып кетті. Неге? Ху Жинтау өзі комсомолдық кланның жетекшісі ретінде өзінің ұлын және өзінің ізбасар ретінде Ху Чунхуа дейтінді тағайындатқысы келді дейді. Бірақ Ши Цзиньпин 2 құжат жасап, Ху Жинтауға беретін құжатта оның адамдары тізімдікте бар болып, бірақ сол жиналыста жариялап жібергенде өзі жариялайтын құжатта олардың тізімдігі болмаған дейді. Ал сонда Ши Цзиньпиннің қасында отырған Қытайдың бұрынғы басшысы Ху Жинтау мына қылығың не деп құжатты көрсетіп саусағымен шұқығанда 2 адам оны сүйрегендей болып тақтан алып шығып, жиналыстан алып кетеді. Бұл Қытай тарихында
бұрынғы биліктен айырылған басшыға бұндай құрметсіздік таныту бұрын соңды болмаған әңгіме. Бұрын соңды болмаған. Енді. Дәл сол кезде Хужинтаудың кезінде Ши Цзиньпиннің премьер-министрі Ли Кечаң деген отырғанда Хужинтаудың кетіп бара жатып Ли Кечаңды арқадан қағып кететіні бар. Ли Кечаң өте қорқақ адам, өте жұмсақ адам, Ши Цзиньпиннің илегіне көнген адам. Нәтижесінде ол Қытай үшін алғанда қыршыннан қиылды. Оны Шанхайдағы кезінде қастықпен өлтірді. Сөйтіп Ли Кечаңды Ши Цзиньпин өлтірді. Ли Кечаңды неге өлтірді? Ши Цзиньпин Қытайда кедейшілікті аяқтаттым деп жариялаған жиналыста артынан іле чала Ли Кечаң қазір Қытайда 600 миллион халықтың айлық табысы 1000 юанға. Яғни 120-130 долларға жетпейді деген ақпарат жариялады. Ол деген сөз Ши Цзиньпиннің Қытайда жалпы бетті кедейліктен арылдық. Яғни Қытайдың бұрынғы коммунистері армандаған, аңсаған жаңа кедейшілдіктен арылу дейтін жоспарды мен орындадым деп өзіне жалған атақ алғысы келген. Бірақ Ли Кечаң Қытайдың тең жарты халқы, 50% халқы, яғни 600 миллион халықтың айлық табысы 120-130 долларға жетпейді, яғни 1000 юанға жетпейді деп жариялап тастады. Ол қазынаға, мемлекеттің ішкі басқаруына, үкіметті басқаруға жауапты премьер-министр айтқан нәрсені партия жетекшісі, ең жоғарғы билік иесі Ши Цзиньпин терістей алмайды. Неге? Қазынаны, ақшаны сол біледі. Ол осы арқылы өзінің Ши Цзиньпинге наразы екендігін білдірді. Ол Шынжыңға барған кезде Чаңжаң Хуаңхы бұдаулю деді. Ол деген не? Чаңжаң өзені мен Хуаңхы өзені теріс қарап, тауға қарап ақпайды деді. Яғни ол сөзінің жалғасында гәйгі кайфаң бұның түйдеді. Яғни реформа ашу, Қытайды нарықтық, мына экономикалық дамудан жолынан кері қайтаруға болмайды деді. Ондағы сөз не? Ши Цзиньпин социалистік жоспарлы шаруашылыққа ауысқысы келеді. Яғни жекеменшікті жойып, Қытайдағы жекеменшік өндірістің бәрі мемлекеттік кәмпескелауға апарып, яғни Мао замандағы капиталистік жүйе құрамы болмаған тап-таза социалистік мемлекеттік жүйеге ауыстырғысы келеді. Ши Цзиньпин неге олай істейді? Ши Цзиньпин радикалдық, фундаменталдық марксизмші. Ши Цзиньпин радикалдық, фундаменталдық марксизмші. Ол таза фундаменталист. Марксизм дегенді бір дін, секта десек, Ши Цзиньпин соның нағыз фанаты тура. Ол тура сол Маркс, Ленин, Сталин құрған жоспарлы шаруашылықтағы барлық экономика тек мемлекеттің меншігі болатын жүйені жасақтағысы келеді. Көрдіңіздер ме? Ал мына қазіргі дамыған Қытайды орнатып кеткен Дэн Сяопин тура осы фундаменталист, радикал коммунизмші Мао Цзедонның жоспарлы шаруашылығын күйретіп, Қытайда жекеменшік шаруашылықты, базар шаруашылығын, нарық шаруашылығын жолға қойып, марксизмдік бағыттан тайып, былайша айтқанда, атын марксизм қылған, анығында капитализмдік жолға ойысқан болады. Ал капитализм деген не? Адамдарға мүмкіндік беру. Адамдарға мүмкін. Ал социализм, марксизм деген не? Фундаменталдық марксизм, фундаменталдық социализм, радикал марксизм, радикал социализм деген не? Адамдардың барлық экономикалық белсенділігін тиіп, оны бір орталықтан коммунистік басшылар арқылы басқару. Яғни жеке тұлғаның барлық потенциалын тұншықтыру. Қаржы бір орталықта, билік бір орталықта, бүкіл ресурс бір орталықта, өндіріс бір орталықта, бір қолмен басқарылады. Бұл социализм деген адамзаттың болмысына қарсы нәрсе. Социализм, коммунизм деген Құдай жаратқан адамның болмысына қарсы нәрсе. Сен көршің екеуің ешқандай сенікі менікі демей бірге өмір сүре алмайсың.
Оныкі болады да, сенікі болады. Сенің қатының сенің жеке меншігің болады. Ортақ қатын болмайды. Сенің сиырың сенің жеке меншігің болады. Көршің жоқ, мен сойып алайын, сиыр ортақ деп сойбаса, сенің қызғанышың оянады. Қатыныңды бере тұр, екеумізге ортақ қатын десе, ешқандай еркек қатынын біреуге ортақтасқысы келмейді. Ешқандай қатын байын біреумен ортақтасқысы келмейді. Тура сол сияқты адамның табиғаты жеке меншікті құптайды. Құдай бізді жаратқанда жеке меншік. Ұнататын қылып жаратты. Ал социализм, коммунизм деген жеке меншікті жоюды мақсат қылады. Ол Құдай жаратқан мына табиғатты, біздің болмысты жоюды мақсат қылады. Яғни шайтандық жүйеге жол ашады. Социализм, коммунизмнің ешқашан іске аспайтындығы, іске асса да ең соңында тұтас қоғамды, тұтас адамды геноцидке, қырғынға ұшыратып барып, ең соңында сәтсіздікпен құлайтындығын Совет одағы, Шығыс Еуропа көрсетті. Социализм, коммунизм Маузидон заманда Қытайдың өзін тығырыққа тірегенде, атын социализм қып сақтап тұрып, затын капитализмге ауыстырған Дэн Сяопин деген шал еді. Дэн Сяопин деген шал еді. Ал енді сол Дэн Сяопиннен кейін Жаң Зимин деген Қытай, одан кейін Ху Жинтау деген Қытай, сол Дэн Сяопиннің реформасын жалғастырып, аш Қытайды тойдырып, жалаңаш Қытайды киіндіріп, жоқ Қытайды бар қылып, өндірісін, экономикасын жылына 9-да 13%-ға дейін жоғарғы жылдамдықпен дамытып отырғанда, мына есек бас Ши Цзиньпин деген сүмелек таққа келеді ғой. Өзі 5-ші сыныптық сауаты бар. Өзінің 5-ші сыныптық қана сауаты бар, мына сүмелек билікке келеді. Ал бұл сүмелек билікке келгеннен кейін әңгіме қаулайлым болып басталды. Неге? Жеке меншікті құрту, барлық байлықты мемлекеттік меншікке алу, барлық бай миллиардерлерді тұтқындау, түрмеге тығу, ең қарапайым қазақтар білетін анау Джек Маның өзін бүкіл байлығын сыпырып алып, тартып алды. Өзін тек тірі қойғанына анау мәз болып келісті. Джек Ма қазір тыр жалаңаш, дамбалымен қалды. Енді осы Ши Цзиньпинді қазіргі жаңағы шетелдегі Қытай сарапшыларының айтуынша, Ши Цзиньпин әскери салаға жүргізген аса қатаң тазалауларынан кейін, яғни сталиндік репрессиялық тазалауларынан кейін, әскери саланы күннен күнге жаңағы өзінің бұйрығын ғана атқаратындарды ғана қойып, қалған ұқсамаған көзқарастағыларды өлтіріп, қамап, соттап, тұншықтырып, түрмеге тығып, іс қозғап, бұл быт-шытын шығарды ғой. Сол ісінен кейін Жаң Юша деген мынау төмен дәрежелі әскери басшы, бұл Ши Цзиньпиннің ендігі кезекте өзіне ауыз салатынын біліп, басқа да қауіп үстінде тұрған әскери генералдарменен астасып, ақыры бәріміз өледі екенбіз. Мына Ши Цзиньпин билікті ұстаған кезде бәрімізді қынадай қырады екен. Оданша біз саяси әскери өзгеріс жасайық деп, Ши Цзиньпинді кәдімгі қуыршаққа айналдырып, билікті өз қолдарына алды дейді. Ал олардың ол ісі бүкіл үрей үшінде. Бүгін Ши Цзиньпин қашан кеп мені тұтқындап, қашан кеп мені қамайды екен деп шошып отырған басқа саяси қайраткерлерге, әскери салада емес саясаткерлердің барлығына дерлік ұнады дейді. Байларға ұнады, банкерлерге ұнады, кәсіпорыншыларға ұнады, халық құрылтайы өкілдеріне ұнады, және бұрынғы соңғы саяси басшылық қызметте болғандарға ұнады дейді. Сөйтіп, қазір Қытайда Ши Цзиньпин тек қуыршақ адамға айналып қалды. Ал оның өте жоғарғы деңгейдегі өзі өсірген, өзінің қолы, аяғы болған, қанаты болған адамдарды енді Жаң Юша бастағандар шетінен қидай сыпырып, Ши Цзиньпиннің айналасын отап жатыр дейді. Ши Цзиньпин тұр дейді, қалқан болып бұлай тұр дейді. Бірақ Ши Цзиньпиннің айналасын отап жатыр дейді. Оның біреуі қазіргі Мяухуа деген әскери қызметкердің тақтан түсуі, тағы басқа Ши Цзиньпин өсірген басқа адамдардың шетінен тұтқындалуы, тағы бір әскери генералдың өз үйінде өзі уышып, арам қатып өлуі, тағы басқа сол сияқты көптеген
оқиғаларды білдіреді. Қазіргі Ши Цзиньпиннің айналасын қидай сыпырған саясаты мен бір кезде образдап тұрып айтқанмын. Бейне 36-37-ден тура 41-ге дейінгі Сталиннің айналасын қидай сыпырып тазартқан саясатын ұқсайды. Сталин тіпті әскери салада бүкіл генералдарын бірақ өлімге үкім етіп болған болады. Ал немістер оларға соғыс ашқан кезде Сталинде қол бастайтын генерал да қалмай қалған. Ал немістердің алаяқтығы соншалық, тіпті Сталиннің қолындағы өте тәжірибелі бір әскери генералды Сталиннің қолы арқылы өлтіруді мақсат қылады. Неге? Ол генерал тірі қалатын болса, немістерге зиян еді. Сонымен олар әлгі генералды Сталиннен қорқып, Сталинге опасыздық жасады. Сөйтіп Германияға хат жазды. Германияменен одақтасқысы келді деген жалған өсекті бір ортада жүрген, екі жаққа да жұмыс істейтін шпион арқылы Совет одағының КГБ-сінің құлағына жеткізеді. Нәтижеде Сталин оны да тазалайды. Демек Ши Цзиньпин біраз адамды тазалады. Нәтижесінде мен тіпті былтырлар ойлайтынмын. Құдай-ау, мына Қытай деген не деген құл халық. Құдай-ау, мынау не деген бір бейшара халық, мына сүмелектер, мынау шетінен қидай сыпырып, шетінен алып кетіп, әшейін қорадағы қойды бауыздағандай, шетінен бауыздап Қытайдың жаңағы мансапларын, әсіресе әскери саланы, сосын мына ракет армиясы деген армияны мына сыпырып болғанда осының бәріне көніп, мына сүмелек Қытайлар отыр. Не деген сүмелек, не деген құл, мыналар не деген оянбайды дейтім. Сөйтсек, ракета армиясын қидай сыпырды. Ракета армиясын қидай сыпырудың ар жағында тіпті Байден тұр деуге болады. Неге? Бірақ күнде алдыда CIA-де істейтін бір аталмыш бір жауапкерсіз жас жігіттің қолы арқылы Қытайдың ракета армиясында істейтін біреулер жеткізді деген ақпаратты әлеуметтік желіде алдыда бытырлатып таратып жіберді. Ал сол тарап кеткен әңгіме сосын ары қарай қалқарда кәдімгідей үлкен дүрлігу туғызды. Қытайдың қай жерде қандай ракетасы барын, оның басшысы кім, ол басшының үйі кім, телефоны қалай, оның қатыны кім, баласы кім, бүкіл жеке ақпарат тарап кетіп отыр. Қай жерде қандай әскери бөлімшесі бар тарап кетіп отыр. Ең соңында Ши Цзиньпин алдыда ракета армиясын түп-тұқиянын қоймай бүкіл қолбасшыларын, жай кәдімгі полковник, подполковнигіне дейін түрмеге тықты. Ал сонда мен ойлайтынмын, мыналарды шетінен сыпырып жатыр. Сонда қалғандар маған қашан кезек келеді деп отырама, мыналарын қорадағы қойдан жаман қой деген. Сөйсем бір Қытай шығыпты қояйды. Сөйтіп ақыры өзіне қауіп төнген кезде, ақыры бізді келіп, қолымыздан жетектеп түрмеге тығып кеткенін күтіп отырғанша деп, Қытайлар бірімен бірі астасып, ең соңында мынадан билікті тартып алыпты. Қазір бұл тек қуыршақ дейді. Бұл енді батыстағы Қытай демократтарының анализі, менің анализім емес. Мен солардан естіп отырмын. Бірақ мен өзімде осыған келісіңкіремін. Енді ұлы халықтың тілімен айтқанда, неужели соншама Қытайдан бір есі дұрыс Қытай шықпай, неужели дақ қояқшы енді, бұлайша айтқанда. Соншама миллиардерлер түрмеге тықты, соншама жоғарғы лауазымды әскери кадрлар бірінен кейін бір түрмеге тығып жатыр. Сонда біреу шығып бұған мәудей алмайтындай, бұл не деген бейшара сорлы халық деген ғой. Сөйсем біреу шыққан сияқты. Міне. Көрдіңіз бе? Біреу шыққан сияқты. Енді қазіргі бұлардың анализінде бұл Ши Цзиньпинді қазірше жарияламайды дейді. Жарияламайды дейді. Осыны осы күйінде ұстап тұрады дейді. Бұл да жаңағы ендігәрі тиіс алмайды, ендігәрі ұстап тұра алмайды, жаңағы арғара ешкімге зәбірін тигіз алмайды, бірақ өз ішінен астасып бүкіл халық құрылтайын, бүкіл компартияның негізгі мүшесін, сол өзі ішкі кландар келісіп, ымыраласып, жаңағы, мысалы, әскери өзгеріс жасаған адамдар, олар саясатта тым танымал адамдар емес. Тым танымал адамдар емес. Бірақ ары қарай басқа саяси халық танитын тұлғалар билікке келгенде өзара бір-бірімен кландасып, одақтасып,
Сен онда партияны ұстайсың. Сен онда банк саласын ұстай. Онда мен мына орталық банкке мен адамды қоям. Онда қорғаныс саласы менің пәленшемде болады. Менің жаңа құдам түгенше мына ракет армиясын басқарады. Онда сен мына қорғаныс саласына онда сенің бір адамың менің орынбасарым болсын. Яғни клан аралық сауда жүріп жатыр дейді. Сөйтіп әбден бірімен бірі байланысқан, анда ананың қалтасындағы 100 миллиард долларды не істейміз? Онда өлтірейік. Онда мен тұтқындаймын, сен басын шабасың. Сосын оған істі қозғаймыз. Онда бас сот пәленше болсын. Онда прокурор түгенше болсын. Сөйтіп оған түгенше куәгер болсын. Сөйтіп 100 миллиардты бөлісіп алайық. Сен 40 миллиард, мен 60 миллиард. Анау айтады, жоқ 50-де 50. Ей, менің еңбегім жоғары. Сен 40 ал, соған тәубе қыл. Жарайды, сен 40 миллиард бол, бірақ сенің ана кішкене қызыңды мен міне жерде партияның міне жеріне жаңағы орынбасар қатшылыққа кіргізтейін, кішкене қызың. Сөйтіп сен 40 миллиардқа разы бол. Міне коммунистердің ортасындағы кландық келісім. Сол жүріп жатыр дейді. Егер бұл шын болатын болса, онда Қытайда аса үлкен өзгеріс болашақта болады. Көрдіңіз ба? Ол Ши Цзиньпин кетті деген сөз, Қытай компартиясы бір-ақ күнде өзінің коммунистік, радикалдық, фашистік сипатына қош айтып, бір-ақ күнде Қытай демократияланады екен дегенді білдірмейді. Ши Цзиньпин зұлым болса, қалған Қытайда зұлым. Коммунист атаулының бәрі зұлым. Шошқаның ішінде жұпар аңқыған әдемі сүйкімді шошқа болса болатын шығар, бірақ ол бәрібір шошқа. Иттің ішінде де бір сүйкімді, жаңа жүні әдемі, жүні бұйрaq, қозының жүніне ұқсайтын бір сүйкімді ит болатын шығар, бірақ ол бәрібір тегі ит. Коммунистердің ішінде де жақсы коммунистер болды, Қазақстанда да болды. Бұрын ел аңсайды. Мына құл болып кеткен халық ненің не екенін білмейді. Бір коммунисті мақтап өлең жазып, бір коммунисті мақтап оған арнап деп аңырай береді қазақтар. Мен ойлаймын да, ол коммунист еді ғой. Ол коммунист еді ғой. Тап-таза коммунист болды. Коммунист атаулының жақсысын көру өте қиын. Өте қиын. Енді Ши Цзиньпиннің орнына қай бір Пи Цзиньпин шыға ма, Қи Цзиньпин шыға ма, бір есек бас, шошқа бас Қытай шығады. Ол біріншіден ол да коммунист, екіншіден оның да нәсілі Қытай. Енді ойбай Қытайда бір жақсылық болады екен деп үміттенбе. Бірақ кем дегенде әйтеу Ши Цзиньпиннен бөлекшелеу бір саясат жүргізіп қалуы бек мүмкін. Бұл жердегі әңгіме осында тұр. Енді бір қызығы, мен енді бұл сөзімді мына Қытайда туыстары қамалып, нақақ сотталып, Қытайдағы туыстарына бара алмай, келе алмай 2017 жылдан бері міне 7 жыл көзі жасты, көкірегі шерлі болып отырған Қытай қазақтарына арнап айтамын. Мынау Америкада діни істерге жауапты болған бір Америкада бұрын соңды ондай билікке келіп көрмеген Нұрый Түркел дейтін бір ұйғыр болды. Ол өзі Қытайда туып өскен ұйғыр. Америкаға жас күнінде оқуға келеді, сосын Америкада оқып білімін тауысып, сосын Америкада саяси қызметке араласып, содан ең соңында бұл Америкада діни істер саласын басқаратын ең жоғарғы лауазымды тұлға болды. Бірақ жуырда ол қызметінен кетірілді. Енді оның кетірілу себебі де сол қатын-қалаш қыз-қырқынға қатысты болды. Сонымен бір мақала шықты. Айтты бүйтті, жаңағы дүние ұйғыр құрылтайының бастығы Долқын Айсасы бар. Мынау жаңағы Нұрый Түркелі бар, жаңа діни істердің бастығы болған. Екеуінде сол әйтеу бір қыздарға тиісіп қойды, айтып қойды, сипап қойды дейма, сонымен шу-шұрқан болды. Оның ар жақ бер жағын мен білмеймін. Сөйтіп Долқын Айса дүние ұйғыр құрылтайының қызметінен кетіріліп, оның орнына басқа біреу келді. Нұрый Түркел мемлекеттік қызмет. Жаңағы діни істердің мемлекеттік қызметінен ол кетті. Долқын Айса жай мемлекеттік емес ұйымның төрағасы еді. Мынау кәдімгі Америкадағы лауазымды мемлекеттік қызметкер болатын. Кәдімгі Американың үкіметіне тән мемлекеттік қызмет деді. Енді
Бұл кісі қызметтен кетті, бірақ енді қалай кетті, әлгі шын ба, өтірік па, оны енді жұрт өздері интернеттен іздеп өздері білер, бірақ мен оны айтпаймын. Қысқасы, бұл өте биік деңгейге жеткен ұлты ұйғыр азамат еді. Қытайдың ұйғыры болатын. Өте биік деңгейге жетті. Америкада ондай биік жұмысқа орналасу, ондай жұмыста жауапты қызметте отыру деген мүмкін емес. Ол сол қызметінде болған кезде Алматыға барды. Алматыда сол қалың ұйғырлардың бір 100-ін ба 200-ін жиып фотоға түсіп жиналыс өткізді. Сосын барып жаңағы Американың елшілігінде сол бір-екі Қытайда қорлық көрген бір-екі қазақпен кезікті де мемлекеттік қызметкер ретінде жұмысын тәмамдап қайтып келді Америкаға. Бірақ енді менің айтайын дегенім, кеше сол кісінің твиттерінен көрдім, оның 20 жыл көрмеген шешесін Қытай өкіметі жіберіпті. Міне, 20 жыл көрмеген шешесін Қытай өкіметі жіберіпті. Ол деген нені білдіреді? Ол Қытай өкіметінің қорыққандығын білдіреді. Қытай өкіметінің қорыққандығын білдіреді. Ол нені білдіреді? Қытай өкіметі одан қорқып, оның шешесін жіберуге мәжбүр болды. Оның шешесін жіберуге мәжбүр болды. Ол деген сөз не болады? Ол кезінде Қытай өкіметі Американың бәленбай мансаптысына санкция жасағанда бұл жігітке де салған. Яғни Қытай енді Америкаменен әңгіме айта бастайды. Қытай өкіметі Америкаменен амыраға келуге дайын бол. Мысалы, міне осыдан 2 күн бұрынғы мынаны қараңыздар. Осыдан 2 күн бұрын міне Нұри Түркелдің өзінің твиттердегі жазбасында осыны айтып отыр. Мен жаңағы өзінің шешесін қалай жібергендігі, осы туралы жаңағы қалай өзінің алғыс айтатындығы, сол туралы біраз нәрсені айтыпты. Міне қараңыздар, міне. Міне. 20 жыл көрмеген шешесін көріп отыр. 20 жыл көрмеген шешесін көріп отыр. Бұл арада көп жұрт ойлайды, ой, ол ұйғыр болса бізге не қатысы бар, анау мынау жоқ, оған келмейді. Бұл Қытай өкіметінің қорыққандығын білдіреді. Қытай өкіметі Трамптың алда қаңтардың 20-сы шығамын, мен шыға сала Қытайға санкция саламын, 60% кеден салығын алам. Егер фентанил деген есірткінің материалдарына Қытай өкіметі субсидия төлеп, сол фентанил есірткісін өндіруді қолдағуын тоқтатпаса, оны тоқтатқанға дейін 10% кеден салығын тағы аламын деп, бұның соншама байбалам салатынның сыры неде жатыр? Қытай енді Америка кеден салығын сол Трамп айтқандай салатын болса, онда Қытайдың экономикасы бірақ айда банкрот болады. Неге? Қытайдың бүкіл экономикасы Америка экономикасымен байланған. Егер Трамп шығып Қытайдың юанын суифттен түсіретін болса, Қытайдың экономикасы бірақ күнде суифттен, яғни халықаралық ақшаны бір-біріне аудару жүйесінен суифт жүйесі. Бір банкте, мысалы, Франциядағы бір банкте Қытайдың банкіне тіке аударылмайды, суифт арқылы аударады. Мысалы, Қазақстандағы банктен Қытайдың банкіне аударылмайды, тіке суифт арқылы аударады. Осы жүйеден шығарып тастаса, Қытай бірақ күнде банкрот болады. Ол деген міне әңгіме. Міне былай жазады, дұғаларымыз қабыл болды. 20 жылдан астам уақыттан кейін мен Вашингтонда анаммен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Ең бастысы, ол арқылы алғаш рет немерелерін құшақтай алды дейді, анасын айтады. Алғыс айту күнін бірге тойлау себебі тойлағанымды сөзбен жеткізе алмаймын. Ризашылығымды білдіремін, және бұл маған қатты қуаныш сыйлады. Бұл кездесу 20 жылдық сынақтың аяқталғанын білдіреді. Өкініштісі, әкем бұл күнге дейін өмір сүрмеді. Ол 2 жылдан астам уақыт бұрын немерелерін кездестірмеген күйде өмірден өтті. Дегенмен мен оның қатысуы бізді жетелейді. Оның үміті
Оның күші бізді осыған жол ашады деп сенемін. Менің отбасым мен достарымның махаббатынан асқан бақыт жоқ. Мен жаңағы анау Байденнің несін тектеп отыр, потус деп твиттерін тектеп отыр. Сосын жаңа секретарь Блинкен дейді, анау Американың бас хатшысы Блинкенді тектеп отыр. Джек Сулливан 46, осы аға директор Сара Берон, хатшының көмекшісі Ден Критенберинг, және DHC полиси Роб Силиверс, және ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісінің орынбасары Джен Даскал, және менің төрт әкімшіліктегі танысымыз жұмыс істеген көптеген ұлттық қауіпсіздік мамандарына алғысымды білдіремін. Және Трамп әкімшілігінің жоғарғы лауазымды тұлғаларына, соның ішінде ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісінің орынбасары Мет Поттингерге, және оның Қытай бойынша директоры Канаптиге, және Майк Помпеоға, және оның аға кеңесшілері Мәри Кисселге, және Мейлас Ю досыма осының барлығына наразылығымды беремін дейді. Жаңағы разылығымды білдіремін дейді. Яғни бұл арада ол осыншама адамға жаңағы Тhanksgivingде разылығын білдіріп отыр. 20 жыл көрмеген шешесін алдырып отыр. Жаңағындай адамдардың енді Американ лауазымды тұлғаларына, тіпті Байденге де, мына Трамптың болашақта қоятын адамдарына да разылығын айтып отыр. Бірақ бір нәрсені білуге болады. Қытайдың Ши Цзиньпин билігінің қызметінен кеткендігі бұл осы арқылы бір расталуы мүмкін. Бір. Екіншісі, Ши Цзиньпин кетсін не кетпесін, қалай болмасын, Қытайда енді Шыңжаңда жасап жатқан, Шығыс Түркістанда жасап жатқан қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға бір жеңілдік саясат болуы бек мүмкін. Неге? Америкамен ұстасудың арты жақсылыққа апармайтынын Қытай білді. Айғырмен ойлаған ат арқасын алдырады дейді. Ажалды қарға бүркітпен ойнайды дейді қазақ. Айғырмен ойнаймын деп арқасын алдырған Қытай, бүркітпен ойнаймын деген ажалды қарға болған Қытай тұмсығына жеп тасталқан болып, аузы мұрны қанжасы болғаннан кейін енді ақыл кірген болуы мүмкін. Мына зұлым Орыста, зұлым Қытайда, мына біздің қазақтың ата жауы Орыс пен Қытайда, олар тек өзінен өктем шыққанда ғана сені мойындайды. Сен одан өктем шықпасаң, бұл зұлымдар ешқашан саған жақсылық істемейді. Енді демек алдағы уақытта Қытайда 7 жылдан бері, 8 жылдан бері қамалып отырған қазақтар, түрмедегі сотталған қазақтар, ата-анасымен, туыс-туғанмен, бала-шағасымен қауыша алмай отырған қазақтар, не Қытайдан паспортын ала алмай өкімет тәркілеп алғасын, Қазақстанға жете алмай отырған қазақтар, не Қазақстаннан виза алып Қытайға жете алмай отырған қазақтар, бұлардың барлығы енді алдағы уақытта бірімен бірі қауышып, кездесіп қалуы бек мүмкін. Себебі Қытайда сондай бір жақсылық келе жатқанның бір белгісі байқалады. Бірақ бұл түбегейлі жеңіс дегенді білдірмейді. Зұлым коммунистер билікте тұрғанда, мына зұлым коммунистік тоталитарлық жүйе билікте тұрғанда, мына шовинист Қытай әсіре ұлтшылдары билікте тұрғанда, ол жерде жасаған саны жағынан аз бұл халықтар ешқашан жақсылық көрмейді. Бірақ менің айтып отырғаным салыстырмалы түрде бұрынғы қан жоса геноцидке қарағанда енді сәл бір жылымық болуы мүмкін. Сөйтсе мына біздің ұйқы құмар қазақтар, ой, жәннат орнайды екен, жер бетіне жұмақ орнайды екен, көктен Иса жерден мақти шығады екен, болды, жастықты биік қойып, қаулайлым деп сықырып қойып, қойды алай иіріп, бұлай иіріп, қымызымызды ішіп жатайық, 4-тен тоқал алып деп қамданып кетпеңдер. Бұл жақсылық қашан болады? Әрбір қазақ, мен Қытайдағы бәленбай туысымды, түгенбай құдамды, алпыс апамды, 70 жездемді көре алмадым. Солар тіріме, өліме деп бізге арыз бер. Дүниені шулат, азаттыққа шулат, халықаралық медиаға шамаң жетсе, әлемдік ірі медиаларға өз бетіңмен шық, International Amnesty'ге, Human Rights Watch'қа, Human Rights'қа, жаңағы Freedom Now'ға, United Nation'ның, яғни Біріккен ұлттардың адамдық құқықтар жөніндегі бөліміне, Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы, Астанадағы бөлімшелеріне, батыс елдерінің Алматы, Астанадағы елшіліктер мен консулдықтарына,
өзің шығып, ашық ақпаратқа шығып, медиаға шығып, саяси ұйымдарға, адамдық құқық ұйымдарына шығып, зар заманыңды салып, алдыра алмай отырған, кезіге алмай отырған отбасы мүшелеріңді айтып, бүкіл дүниеге дабыл қаққаныңда сенің туыстарыңның мәселесі шешілуі мүмкін. Ал онсыз ештеңе шешілмейді.